Қайырлы күн, құрметті спорт сүйер қауым, қымбатты жерлестер. Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданы әкімінің жүлдесіне әуесқойлар мен кәсіби спортшылар арасында тау шаңғысы және шаңғы жарысы тәртіптен қысқы спорт түрлері бойынша өтетін ашық біріншілікке қош келдіңіздер. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Бүгін міне біздің округте үлкен мереке өтіп жатыр. Глубокое ауданы әкімінің жүлдесіне шаңғыдан жарыс болып жатыр. Енді бүгін өзіміздің мерекеге келген барлық қонақтарды, өзіміздің ауыл тұрғындарын барлықтарын мерекемен құттықтаймын. Бұл мерекенің маңыздылығы өзіміздің Қазақстан Республикасының халқын және өзіміздің ауданның ауылдың тұрғындарын спортқа шақыру, өсіп келе жатқан жас өспірімдерді спортқа баулу болып табылады. Сондықтан барлықтарың спортпен айналысуға шақырамын. Мереке құтты болсын. Спорт енді ол біріншіден денсаулық болғандықтан әрқашанда біз салауатты өмір салтын поддерживать етеміз. Осындай табиғатқа шығып, табиғат аясында келіп, шаңғы теуіп демалғанды семьямызбен жақсы көреміз өзіміз. Өзім 3-4 жыл болды, 4-5 жыл болды шаңғы теуіп, шаңғымен айланысқайы. Любительский. Енді осындай мероприятия өтіп жатқанын көріп, сондықтан өзім осында келіп қатысайын деп шештім.